sahamızda iş yüzünde asırak tutmak. Tamamlaşa. Endişe kızlar. Үй тапсырмасын естеріңізге салатын болсақ, кішкентай қайталап өтейік. Алдыңғы сабақта мен сіздерге яғни футболдың ойынның жылдық тарихы, футбол ойынның жалпы қандай түрлері бар, қандай әдіс тәсілдері бар, сонымен қатар 6 ережелерді түсіндірген болады. Иә? Олай болса, қазір мен сіздерге сұрақ қояйын. Сіздер қаншалықты естеріңізге сақтадыңыздар, соны бір тексеріп аламыз. Есіз ба? Жақсы. Ендеше қыздар, футбол ойыны қанша таймнан тұрады? Дұрыс, 2 таймнан тұрады. Әрбір тайм қанша минуттан? Тамаша, 45 минуттан. Сонда жалпы саны ойыны қанша минутта созылады? 90 минут. Бәрекелді. Футбол ойында әрбір ойыншының өзінің атаулары бар, иә? Қандай атаулар білеміз? Дұрыс, қақпашы, қорғаушы, жартылай орындаушы. Дұрыс, шабуылдаушы, бәрекелді. Футбол ойыны қандай түрлерді естірсіздер? Дұрыс, сонымен қатар. Иә, кәсіби футбол. Және де барлығымыз демалғанды жақсы көреміз, иә? Ал демалыста сіздердің қасында дұрыс, жағажайдағы футбол. Бәрекелді, мінекей, негізгі футбол түрлері осылар. Барлық есіңізге сұрмаушы бар? Тамаша. Ендеше сабағымызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Сынып жер сөкті. Жер сөкті. Сынып сан ретпен санау. Сынып сіздер алдыңызда бұйрықтың аңы басынан сан ретпен санау. Сынып оңды. 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 Солға. Кері бұрып. Кері бұрып. Солға. Солға. Сүйен. Дөкті. Әрекет. Қолға бұрып. Бастаушыларға қадам біз. Қолғаларды аяп жүрейік. Ол жерде өлшеммен аяқтаймыз. Аяқ ұшына иілеміз, бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. 10 жеріміз жақтарды отырамыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтаймыз. 5 айналым жүгірісін бастаймыз. Арағаш сақтаймыз. Қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтанамыз.
Шараған естім. Сынып, ауаның ортасымен, еркелектен, бір-бірден біз. Маған дейін, маған дейін. Тоқта. Арнайы жүріп жаттығуларын орындауға
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayaklarımız. Geriye çarptığımız. Bir kol yerimizde ayakın arasına atmamız. İlerimizde altıga, arka, onga, solga ödeyimiz basarız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayaklarımız. Geriye çarptığımız. Bir kolumuz birge toplayımız. Yerimizde onga, solga ayaklarımız basarız. 1, 2, 3, 4, solga. 1, 2, 3, 4, solga. 1, 2, 3, 4, solga. 1, 2, 3, 4. Ayaklarımız. Arkadaşlar bu ayaklar arasına atalım. 20'yi geçirip oradan basarız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayaklarımız. Arkadaşlar bu ayak içinde bir kolumuzda ve yerimizde sıkmayla basarız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayaklarımız. Ayağımız birge boşalım. Ondan sonra ayağımızdan basarız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayaklarımız. Arkadaşlar buğumuz. Yerimizde 7 katlarımızda önümüzde katlarımız. 1 sekund satımızlarımız basarız. 1, 2, 3, 4, 5. Altırak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gerisi arka karay taktan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayaklarımız. Gerisi sattığımız yekamız yerimizde altıda arka solda oturamız basarız. 1, 2, arka. 3, 4. Aldılar. 1, 2, arka. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avusturağımız. Gerisi sol bölümümüz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayaklarımız. Gerisi kan azılmaz. Ayaklar arasından basarız. 1, 2, 3, 4. Gerisi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayaklarımız. Gerisi. İlk ayağımız birge koysamız kolumuz yerimizde ayak dışına geneli ölçüde 10 ret duralım. Basarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10. Ayaklarımız. Gerisi. Bir kolumuzu toplayımız. Yerimizde kolumuzu ayağımız her ayakta 10 ret basarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altırak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayaktayız. Kolumuz götürüp. Ayaktayız. Osman zabıdan bu jattıqlarımız ayaktaldı. Bereketli. Kelesi kızlar. Futbolшы үшін әрине ең қажетті арттыратын, дамытатын, ең сапалы қасиеті қандай? Аяқ. Ал аяқты дамыту үшін керек. Қандай жаттығулар? Жүгіру. Демек, біз futbolшы, яғни кез келген жағдайда дұрыс өзін дамыту үшін және басқа футболшылардан өзінің яғни деңгейі бір басқа жоғары болу үшін әрине дамытатын ең үшіншісі ол аяқ, арнайы жаттығу, жүгіруге тамаша. Жүгіруге жаттығуларды орындаған сайын біз сіздермен
яғни алаңдағы түрлі қозғалыстың дамуын сонымен қатар доппен жұмыс жасаған кезде өздеріңіздің сенімді әрі алдыға қарай допты алып өтуге өздеріңіздің жағдайларыңыз басқа оқушыларға қарағанда әлдеқайда жақсырақ болады. Сол үшін бұл жаттығуларды орындау негізгі болып табылады. Жақсы. Оқушылар барлығымыз негізгі қалыптан алдыңғы қалыпқа ораламыз. Екілекте бір аяқтаймыз. Келесі Айша, жарты фишканы үстіге беріп, арғы бетке қойып шығыңыз. Фишкаларды үстіге барыңыз. Мен сияқты қайталамыз. Ал енді қазір мен сіздерге көрсетемін. Сіздер одан сырт, яғни белгі бойынша орындауды бастайтын боласыздар. Жарай ма? Бірінші орындайтын жаттығуымыз қысқа қадырмен сені жартылай бүгіп, барлық фишкалардың арасынан жылан бойымен жүгіріп өту. Кері қарай өз жағыңызбен баяу қайту. Көрсетемін. Орындап болғаннан кейін баяу қайту. Көрдіңіз ме? Жақсы. Қолды жанымызда. Келесі бастай береміз. Тамаша. Жақсы. Келесі жанға бұрыламыз. Және де сол жаттығуды жанмен қайталаймыз. Алдыға, артқа жүгіреміз. Алдыға, артқа. Қысқа қадыммен. Абайлаймыз. Абайлаймыз. Тұрдамыз. Газон тайған. Абайлаймыз. Жақсы. Келесі енді қараңдарыңыздар. Алдыға екі қадам басып жүгіру. Қараңдар. 1, 2, одан оңға дәл солай. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayağımız düzgün, kolumuz yanımızda. Canlı gençliğine bir götürüp çıkırıp fişkalarını basmayı üstüne kolay ederiz. Hatta aynen. Üzdüksüz götüreyimiz sizimizde, üzdüksüz. Her bir fişkаны айналып жүгіріп өту сағаттың тілімен және де сағаттың тіліне қарсы. Бірінші фишканы сағаттың тілімен жүгірсек, келесі фишканы сағаттың тіліне қарсы жүгіреміз. Түсінікті ме? Араға сақтап отырыңыздар. Әрбір екінші фишкадан өткеннен кейін келесі оқышы бастай берсін. Әрбір екінші фишка алдыға ұмытпастауым керек. Асықпай басқа. Жақсы. Келесі бір аяқпен аттап секіру. Қарап бірінші 10 аяқтан. Одан кейін кері қарай сол аяқтан. Sol ayak kері. Фишканы үстінен аттап өтуге тырысыңдар, аттап өтуге. Баспай аттап өтуге. Яғни аяқты күшімен алдыға жоғары қарай итерілу және де аттап секіру.
барынша жоғары көтер тізеңді, аттап секір. Аяғыңды ауыстыр. Келесі екі аяғымызды бос орынға секіреміз, фишка бар жерде аяғымызды ашамыз. Ол белбе. Дайындал. Және де келесі жасауымыз бірінші, яғни ортаңғы үшінші фишкаға дейін жүгіреміз, қолымызды тигіземіз, еңкейіп, одан кейін бірінші фишкаға қайтып келеміз, одан кейін соңғы фишкаға бар жылдамдығымызбен жүгіреміз. Ма? Артқа бірінші рет, ең соңғысында қатты жүгіреміз. Тамаша, баяу. Ұмытпа, бірінші қайтасын артқа, одан кейін екінші фишка дейін алды қарай қатты жүгіресің. Келесі соңғы жасауымыз енді жүмшіктен екі жаққа бөлінеміз. Бұрынғысымен қарайсыздар, бұрынғысымен қарайсыздар. Енді қараңыздар, бірінші, екінші фишкаға жүгіресіздер, алдыңғы жаққа ұқсас, одан кейін бірінші фишкаға қайтып келесіздер. Одан кейін үште, бірге, төртте, бірге, бесте, бірге. Әрдайым жүгіріп болғаннан кейін істейміз, бірінші фишкаға қайта отырамыз. Дұрыс па? Жақсы. Екке емес байша. Бірінші екке жүгіресіздер. Одан кейін жылдам. Мұқият болыңдар. Соңында бесіншісі. Біріншіге жүгіріп қайтамыз. Келесі жүк. Үйде жалғыз орында болсын. Үйдемен тұрасы алдыңыздар, я? Бір бос болсын. Келесі. Алдымен қарап жүріп қайшы. Жанмен емес. Қосыңдар, қоя салыңдар. Бастауышын артынан жүреміз. Доттарымызды аламыз бір-бірден. Алып болған оқшы бері қарай аланың бойымен жүру жалғастыра бер.
ikki oyoqdan da birga yumush жасаймыз. Aha, to'xtatib olamiz. Geri qaray. Dal solay bizga qaytamiz. Жалғастырамыз. Sizdan eshitib bo'lganda өз жолымызбен тағы да бір қайталаймыз. Sonuna дейін аяқтаймыз. Келесі тапсырма қыздар. Тоқта аяқтың ұшымен, яғни оң аяқтан сол аяққа қарай беру. Одан кейін артқа қарай, өзіңізге қарай тартып, артқа қарай қайтып шегіну. Түсінді ме? Дайындал. Асықпаймыз, асықпаңдар. Жер жартылай бүгулі. Аяқтың ұшымен береміз, аяқтың ұшымен артқа қарай, дәл сол аяқтың ұшымен өзімізге қарай тартамыз. Оң аяқпен, сол аяқпен, оң аяқпен, сол аяқпен. Бірінші аяқтың қойып алыңдар, сосын тартамыз аяқтың ұшымен. Жалғастырамыз алдыға. Оң аяқтан, сол аяқтан, оң аяқтан, сол аяқтан. Болғандар, қалғандар сонына дейін. Ayaktayız. Katarlarını üzerinize. Katarlarını üzerinize. Ben sizlerge dәл алдарыңызға қойып шыққан фишкадан айналып, допты алып жүру, одан кейін бастапқы қалыпқа оралу. Түсінікті ма? Бірінші айналып аламыз. Айналғанда біз не істейміз? Допты тоқтатамыз. Одан кейін алып жүруді жалғастырамыз. Дәл сол аяқ күшпен тұрып аламыз. Қазір енді барлық фишкаларды
Жеңіл қозғалды. Аяқта келмейді бұл. Айналым мен доғар. Айша бастады. Айналымды алғандар. Аяғы жартылай көзілді. Тепке. Оң жақта оң аяқпен алып кетеді. Сол жақта сол аяқ. Оң аяқ сол аяқ. Оң аяқ сол аяқ. Екі аяқымызды бірге жұмыс жасауы міндетті. Екі аяқпен де бірге жұмыс жасай алу керек. Біріншілік допты жерге қояды, екіншілік доптарды орнына апарып қойыңыздар. Енді жекелей жұмыстан кейін қыздар жүктік жұмысқа келеді. Бірінші жүктік жаттығуымыз орындайтын, яғни допты бір-бірімізге жермен, яғни беру, көтеру, беру әдісі аяқтың ішімен тебеміз, және де тоқтат болғаннан кейін бір-бірімізге қайтып береміз. Ал қараймыз. Бір тоқтатып аламыз, екі береміз. Тоқтатып аламыз, екі береміз. Контрактивті шайшы. Тоқ қапетпесін ұшпайды. Түсінікті ма? Жақсы. Әйзал. Аяқта болғаннан кейін не істейміз? Әрдайым бірінші қатарда оқушыларға допты қайтарамыз. Келесі жаттығуымыз қыздар. Енді допты тоқтатусыз, яғни аяқта екі қозғалыс жасау арқылы допты бір касанияға, яғни қарама-қарсы тебу көрсетеміз.
жасаңыздар, бір орында тұрып қалмаңыздар. Tamam. Gelmeyin gidin. Bu yolu toxtatmaymiz. Keyin qatlaydi, biroq men sizlarga o'yin qaytardim. Birinchi tek birler beradi, ikkiler qaytaradi, odan keyin ikkiler beradi, birler qaytaradi. Bu yolu to'xtatdilar, sizlar asıqmay to'xtatib olsar, o'rtaga Alsınlar. Barınca alçak şekilde aha. Endi jo'g'arg'i pas, ya'ni oyoq ishmel, to'pni ostdan tiyib o'tish. Qattiq belgilab bарлық допlar жинастырамыз. Барлық доптарды. Шеңбер құрамыз, келдер шеңберге. Шеңбер құрамыз, үлкен шеңбер. Қазір футболшыларға арналған яғни ойын ойнайтын боламыз. Бұл ойында көбінен пасты жақсарту, допты ұстай алу, сонымен қатар допсызда қимыл қозғалыста болу тапсырмалары бағытталған. Барлығымыз бірге қазір допты шеңберден шығармай бір-бірімізге береміз. Түсінікті ме? Бастаймыз. Шығармаймыз шеңберде. Шеңберлер тығыз стандарт.
Тамаша, аяқтаймыз. Топтарымызды қайтып аламыз. Бірінші құйрықшықтарды байлап қойыңдар артқа қарай. Топтарымызды аламыз одан. Ал енді қыздар, бүгіндікке негізгі ойынымыз құйыршық ойынын, яғни сіздер білетін модификацияланған түрі. Бұл жерде футбол ойынымен тығыз байланысты. Қазір әдеттегідей әрқайсының бір-бірімізбен істейміз. Доппен қуамыз және аларымыз сыртына ұстаймыз. Жинастырамыз, қорапшаға